Каналыма қош келдіңіздер. Сәбіздің пайдасы – денсаулық пен сұлулық. Сәбіз – ұмтылған сұлулық пен ұзақ өмір сүрудің сыры. Сәбіздің құрамында каротин өте көп. Ол ағзаға түскенде А дәруменіне айналады. Сондай-ақ С, Б, Д, Е дәрумендеріне және микроэлементтерге өте бай. Сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор, магний бар. Сәбіздің емдік мақсатта шикіде немесе шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы. Сәбіз шырыны мен үгітілген сәбіз ағзаны қалыпқа келтіруге әсер етеді. Олар қанды тазартып, улы және зиянды заттарды ағзадан жояды. Зат алмасуды қалыпқа келтіріп, ішкі ағзалардың белсенділігін арттырады. Авитаминоз және анемия кезінде сәбізді жиі тұтыну пайдалы. Сәбіз шырыны бүйрек пен бауыр жұмысы бұзылған жағдайда пайдалы болып табылады екен. Бүйректегі құм және шағын тастарды жоюға ықпал етіп, бауырды тазалайды. Халық медицинасында үгітілген сәбізбен шырынын күйген жерлерге іріңді жараларға қояды. Сәбіз көз ауруларында, жоғарғы тыныс жолдары аурулары, ауыз қуысының қабынуы, стоматитті емдеу кезінде пайдаланады. Сұлулық дәрумені деп аталатын А дәрумені табиғи косметика үшін сәбіздің маңызды құрамы. Егер сіз тұрақты түрде сәбіз шырын ішіп жүрсеңіз, онда сіздің жүзіңіз жасарады. Сәбізден косметикалық мақсаттарда маска жасап, сыртқа қолдануға болады. Мойынға және бетке арналған мынандай маскаларды жасауға болады. Терінің барлық түріне қолдануға болады. Масканы 20 минут ұстап, жылы сумен шайып тастау қажет. 3 қызғылт сәбізді үгітіп, картоп ұнын немесе картоп езбесін қосыңыз. 1-2 жұмыртқаның сарысын қосып араластырыңыз, маска дайын. Немесе 1 үгітілген сәбізге 1 ас қасық сүт қосыңыз. Осымен маска дайын. 2 штук үгітілген сәбізді 1 жұмыртқаның сарысын аздап өсімдік майын тамызыңыз. Осымен маска дайын. Шаштың баяу өсу кезінде сәбіз және лимон шырынының қоспасы шаштың тез өсуіне жақсы әсер етеді. Егер сіз салауатты, әдемі және жігерлі болғыңыз келсе, көп сәбіз жеңіз. Сәбіз құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді. Көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде кездеседі. Сондықтан да сәбізді осы тағамдармен бірге пайдаланса болады. Сәбізді қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамындағы каротиннің едәуір бөлшегін адам ағзасына өзіне оңай сіңіре алады екен. Европа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік басқосуларда европалықтар бір-біріне балда сақталған сәбіз сыйлайды екен. Бұл денсаулықтың мықты болсы деген ниеттің белгісі. Сәбіздің құрамында каротиннен бөлек адам ағзасына сіңгенде глюкозаны айналатын 6-8% қант та бар. Ол көбіне сәбіздің сыртқы жұқа қабығында сақталады екен. Ал ортаңғы өзегі аскорбин қышқылы мен Б дәруменіне бай. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы. Оның құрамында фолий қышқылы қанның қызыл түйіршегін эритроцитке тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен ас бұршақта да кездеседі, бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз. Ал сәбіз шеке күйінде де дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде де минералды заттар көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырларын ауыратын адамға сәбіздің пайдасы мол. Сәбізді көптеген тағам түрлеріне қосып әзірлеуге болады. Сәбізді тері күтіміне пайдалануға өте қолайлы. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып тазартуына ықпал етеді. Күйік шалғанда үкіштен өткізілген сәбізді жарасыз заттарға басса, теріде күйік ізі қалмайды екен.